Так, үлкен ABCD-ның ауданы S1 дейді. Яғни S1. ABCD-ның ауданы дейсе, бұл квадрат қой. Бұлар квадрат айтпақшы, бұлар жазбаппыз ғой. Есетін берілгенде бұлар квадрат. ABCD квадраттың ауданы S1 60 дейді. Демек бит жазып қойын, B квадрат тең 60. Одан кейін DTPF. Ол дегеніміз S2, DTPF. Жанында тұрған төртбұрыш. Оның қабырғасы С ғой. Значит, оның ауданы квадрат болғандықтан ауданы С квадрат болады. Ол бізде 40-қа тең дейді. Ендеше S3-ті тап дейді. S3 дегеніміз МКНді, яғни оның қабырғасы А ғой. Демек бізге табу керек нені? А квадратты. Есетін берген түсінікті болса плюс қойсаңыздар, тағы да 1-2 жылт еткіз плюс қойсаңыздар мен түсінемін. Так, қараңыздар, қайталап айтам. Үлкен жасыл квадраттың ауданы қабырғасы Б болғандықтан ауданы Б квадрат тең 60. Қызыл квадраттың ауданы қабырғасы С болғандықтан С квадрат тең 40. И мынау сары квадраттың ауданы табу керек. Ол бізде А квадрат, яғни бізге А квадратты табу керек. Так, мына есепті қалай шешеміз дейтін болсақ, онда бұған біз синус косинусты пайдаланады екенбіз, короче. Қараңыздар, мына үшбұрышқа қараңыздар. Үшбұрыш МСД. Осы жерде үшбұрыш МСД-да МД-ның СД-ға қатынасы нені береді? Бір жазып қойыңыздар. МД қабырғасының СД қабырғасына қатынасы нені береді? МД дегеніміз бізде А ғой. СД дегеніміз бізде Б, дұрыс па? Яғни А-ның Б-ға қатынасы нені береді? Кім айтады? Егер мына бұрыш альфа болса, альфа болса, онда мына жер тік бұрыш қой. Тік бұрышты үшбұрыш, сонда МСД бізде тік бұрышты үшбұрыш. Неға жазып қойын? Тік бұрышты үшбұрыш. Тік. Жоқ. Гипотенуза. СД гипотенуза емес па? А дегеніміз альфаға қарсы жатыр. Сонда альфаға қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы нені береді? Синус альфаны береді. Демек, бұл бізде синус альфаға тең екен, әріптестер. Пока белгілі. Пока түсінікті болды, Мынау бізде синус альфаға тең. Енді сәл шамалы түрлендіріп жүргізіп жүрейін. Сәл кейбір бұрыштарды таба салайын. Мысалға, мына бір бұрышты таба салайын, қараңыздар. Мынау 90 градус, келсестер. Онда мына бұрыш неге тең болады? 90 минус альфаға тең болады. Ендеше мына бұрышта 90-нан 2 бұрышпен сызып қойыш. Мына бұрышта бізде 90 минус альфаға тең. Егер мынау тік бұрыш болса, онда мына бір жер альфаға тең. Осы жерге келсестер осыған. Мына бұрыш 90 минус альфаға тең болса, мына жер 90 градус болғандықтан мына жер альфаға тең болады. Осыған келсестер ма? Келсеңіздер тоже плюс қойсаңыздар. Енді мен мына үш бұрышпен жұмыс жасаймын. Үш бұрыш N D Т. Болмаса Т-да N ба? Енді осы үш бұрыш бойынша N-ның Т-ға қатынасы нені береді? Кім айтады? N-ның Т-ға қатынасы нені береді? N-ның Т-ға қатынасы. Яғни N-ді дегеніміз бізде А ғой. Т-ді дегеніміз бізде ол С. Кездестер ма? N-ді дегеніміз А, Т-ді дегеніміз. Егер мынау PF-С болса, Т-ді да С болады. Кездестер ғой, Мынау С болса, онда мынау да С болады. Сондықтан А бөлінген С. Бұл бізде косинус альфаны береді. Өте дұрыс айтасыздар. Косинус альфа. Ал енді бізде мынандай күшті формула бар. Ең негізгі, ең бірінші формула синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1 деген формула бар. Енді бізде синус альфа неге тең? Қараңыздар. Синус альфа неге тең? Мінекей синус альфа мынаған тең, косинус альфа мынаған тең. Сонда мынандай болады ғой, А бөлінген Б-ның квадраты қосылған А бөлінген С-ның квадраты тең болады 1-ге. Келсестер ғой. Сонда мынандай болады, А квадрат бөлінген Б квадрат плюс А квадрат бөлінген С квадрат тең 1. Ал енді бізде не бар? Б квадрат бар. Б квадраттың мәні бар. И С квадраттың мәні бар. И А квадратты таба салу керек.
Сонда ары қарай таба саламыз. А квадрат бөлінген Б квадрат дегеніміз бізде 60 плюс А квадрат бөлінген С квадрат дегеніміз бізде 40. Тең болады 1-ге. Ортақ бөлім берейік. Мынаған 2-ден береміз, мынаған 3-тен береміз, е? А мынаған қаншадан береміз? 120-дан береміз. Дұрыс қой. Сонда 2А квадрат қосылған 3А квадрат тең 120. Сонда 5А квадрат тең 120, А квадрат тең 120-ны 5-ке бөлсек 24. Болды. Жауабы қанша болды? Жауабы 24-ке тең болды. Егер есеп түсінікті болса 1 плюс деп